Ал құрметті әріптестер, құрметті қонақтар, қош келдіңіздер. Бүгін бізде Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінде университет өңір дамытудағы жастар хабы атындағы республикалық вебинарға қош келдіңіздер. Бүгінгі осы кездесуді өткізетін жүргізуші мен, модератор Иманчиев Асқарбек Ермекұлы, осы университеттің математика кафедрасының доцентімін. Енді бағдарламасын қазір көрсете бастармыз. Алдымен осы әзірге біздің қонақтарымызға сөз бере бергім келіп отыр. Алғашқы сөзді Сәуірбаева Мөлдір ханымға бергім келіп отыр. Қазақ ұлттық университетінің физика-математика институтының директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары. Сәлеметсіздер ме? Мен даусым естіліп тұр ма? Даусыңыз естіліп тұр? Аха, бастай берсем болады ма? Бастай беріңіз, аха. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сәуірбаева Мөлдір, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің тәрбиесі жөніндегі орынбасарымын. Қазіргі уақытта институттағы студенттік өзін-өзі басқару ұйымының төрайымы болып табамын. Жалпы біз осы тәрбиесі жөніндегі жайлы қозғап өтетін болсақ, Абай атындағы осы туралы бір мәлімет бере өтетін болсам, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің математика, физика және информатика институтымен тәрбие, әлеуметтік жұмыстар және жастар саясаты департаментінің ұйымдастыруымен біздің университетімізде мәңгілік ел патриоттық идеясы негізінде студент жастардың ұлттық сана сезімін қалыптастыру тақырыбында Zoom платформасы арқылы республикалық деңгейде онлайн дөңгелек үстел өткен болатын. Онлайн дөңгелек үстелде қандай мәселелер талқыланды, мәңгілік ел патриоттық идеясының тарихи бастаулары мен оны дамыту, оқушы жастардың бойында ұлттық құндылықтарды дарыту, ұлттық сана сезім мен рухани адамгершілік мәдениеттерін қалыптастыру және де қазіргі уақытта бізде талқыланып жатырған латын әліпбиіне көшу жайлы бір-екі ауыз сөз ғана емес, сонымен қоймай мәңгілік ел идеясы негізінде студент жастардың санасын рухани жаңғыру мәселелер туралы бізде ашық талқылауға түскен болатын. Бұл бізде онлайн дөңгелек үстелімізге 300-ден астам көрермен, яғни олардың ішінде профессорлар, студенттер, олармен қоса бізде докторанттар, магистранттар тамашалап қатысқан болатын. Дөңгелек үстел өте жоғарғы деңгейде өтті. Ендігі кезекте бізде институтымызда қазіргі уақытта барлығы онлайн форматта жүріп жатыр. Сондықтан да онлайн форматта болған күннің өзінде де тәрбиесі жөніндегі біздің жұмыстарымызды кейінге қалдырмай, яғни онлайн тұрғыда да біз әртүрлі іс-шаралар өткізіп жатырмыз. Соларды атап өтетін болсам, біздің институтымызда ең басында осы бізде карантиндік режим басталған уақытта қаладағы жастарымыз қаржылай ақша жинап қайырымдылықпен айналысып жатыр. Және де жаңадан келіп жатқан бірінші курс студенттерімізге арнайы онлайн түрде қызықтырып жүрген сұрақтарына жауап беру үшін онлайн форматта кездесулер ұйымдастырып жатыр. Және де бізге жаңадан келген бірінші курс студенттері онлайн форматта басталып келгендіктен олардың онлайн форматта болса да қызығушылықтарын төмендетіп алмайық деген ниетте бізде әртүрлі іс-шаралар, бір-бірінің қызығушылықтары бар, мысалға соның ішінде атап өтетін болсақ, айына кем дегенде 2 немесе 3 рет өткізілетін шахматтан онлайн турнирлер өткізіледі студенттердің арасында. Және де Абай 75 жылдығына байланысты физматтық эстафеталар, яғни бүгінгі осы биылғы уақытта Мұқали Мақатаевтың 90 жылдығына байланысты бізде мәнерлеп оқудан жарыстар өткізіліп жатыр. Және де қазіргі уақытта карантиндік шаралар кішкене батыс аймақтарда төмендегендіктен, жалпы Қазақстан бойынша төмендеген кезде бізде қайырымдылықпен көбінесе айналысады институттарымызда әртүрлі ұйымдар бар. Соған байланысты бізде 4 қалаға бөліп қайырымдылықпен әр қаладағы студенттеріміз белсенділік танытсын деп тәрбиесі жөніндегі біздің студенттік өзін-өзі басқару ұйымына әртүрлі студенттер алу мақсатында осындай әр қаладағы
жұмыстарымызды да өткізіп жатырмыз. Осылай тәрбиелік жөнінде студенттерді әртүрлі бағыттарға тек қана оқу жағынан емес, сондықтан да университеттің көтерілуіне де белсенділік таныту үшін осындай іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Рахмет тыңдағандарыңызға. Даусым естіліп тұр ма? Рахмет Мөлдір сізге көп. Рахмет сізге. Мөлдір, даусыңыз естілді, рахмет. Енді біз жаңа мына уақытында бастайық деп қосып жіберген болатынбыз. Мына қонақтарымызды алдымен. Енді біздің жаңағы мына жоспарымыз бойынша ректораттан қосылып бізде ашып беру керек еді. Біз жаңа босамай атқасын қонақтарға сөз бердік. Енді осы алғашқы сөздердің бірін Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің әлеуметтік мәселелер және жастар саясат департамент директоры Сатыбалдина Қарлығаш Тұратайқызына береміз. Енді аскерлер жастым. Дауыстарыңызды жаба тұрсаңыздар. Құрметті әріптестер, қайырлы күн. Бүгінгі күні Жұбанов университетінде жаңағы біздің енді тәжірибе алмасу алаңы мақсатында физика-математикалық факультетінің кафедрасымен бірлесіп, бүгінгі таңда біздер университеттің өңірді дамытудағы жастар хабы деп отыр. Не үшін жастар хабы? Не үшін біз университет өңірдің дамытатын хабы болу керек? Және ол мақсатта біз қандай біздің озық тәжірибелеріміз бар? Мына қазіргі таңда осы біздің республикалық вебинарға қатысып отырған біздің Абай университетінен, Абай атындағы ұлттық университетінен, сонымен қатар Дулати Тараз университетінен қатысып отырған, сонымен барша мына осы жерде әріптестерімізді көргенімізге қуаныштымыз. Бүгінгі күні мынау айтып жатыр, қазір біздер жаңағы мына еңбек нарығына маман даярлап қана қоймай, сонымен қатар біздер қазір құзыреттілігі дамыған жаңағы біздің университеттің миссиясында кемел тұлғаны қалыптастыру деген ең бірінші біздің миссиямыз. Университеттің осы бағытта біздер үлкен жұмыстар жасаудамыз. Ал енді осы жерде жаңа Асқарбек Ермекович айтып кетті. Біз енді қонақтарымызға ең бірінші сөзді беріп, ары қарай жұмысты жалғастыратын боламыз. Бұл кезекте айта кететін мәселе, бұл жерде мына университет хабы деген жаңағы жастарды дамыту хабы. Қазір біз қаншалықты өңірге қосар үлесіміз бар. Жалпы мына біздің тәжірибені трансляциялау мақсатында қандай жұмыстар жүріп жатыр? Жалпы серіктестік қандай деңгейде? Ол мына студенттерге не алып келеді? Жалпы серіктестік деген сол хабтың ең бірінші қадамы, бірақ ол серіктестікті қалай жасаймыз? Оның ішінде біз мынау қазіргі таңда айтып жатыр, жұмсақ дағдылар, soft skills. Ал жұмсақ дағдыны қалай қалыптастырамыз? Мынау жаңағы біздің қарастырып отырған бүгінгі семинардағы жалпы баяндамадан басқа мына жерде қатысып отырған баршаңызды осы мәселелерді талқылауға шақырамыз. Себебі біз маман даярлаймыз, бірақ маман қаншалықты құзыреттілігі дамыған, ертең ол мықты математик болуы мүмкін, бірақ оның жұмсақ дағдылары дамымай қалуы мүмкін. Мен мына жерде Баян апайды көріп отырмын, Баян апайдың да үлкен бір мәселелерді қозғап жүр. Мына біздің білім ғылым саласында жалпы осындай Гүлшат апай міне ортамызда, Совет Сағынтаев осы жерде отыр, міне ағай саламатсыздар ма? Неке осы мәселелерге сіз ой пікірлеріңізді айтсаңыздар, ол тек қана бір баяндама емес, ол жерде жалпы барлығыңыз қосыла аласыздар. Мынау қазір білесіздер, мынау Фейсбукке трансляция жасап отырып, біздер осы университет мына алдымызға қойған бір мәселе, ол парасатты тұлғаны, кемел тұлғаны қалыптастыру. Ол қазіргі таңда бүкіл Қазақстанның жоғары оқу орындарының мақсаты деп ойлаймыз біздер. Сондықтан бұл жерде біз кемел адамды қалыптастырудағы жұмсақ дағдылар, жалпы жаңа цифрландыру қалай жүріп жатыр, қандай оның әсері бар, қаншалықты ол бізге берер жаңағы пайдасымен
жаңағы кемшіліктер қандай болып жатыр? Осы тұрғыда әр университет жалпы білім саласындағы біз қалай жаңағы оған қиындықтардан жаңағы біздің студенттерімізді қиындықтан қалай өткізуіміз керек, және жолын қалай көрсетеміз? Осы мақсатта енді университет мына өңірдің дамуының хабы, барлық мынау жастарды жинап, жаңағы жан жақтан жиналған жастардың жолын көрсету. Осы мақсатта енді қазір әріптестерімізді тыңдайық. Асқарбек Ермекович, ары қарай жалғастырайық. Барлығыңыз қош келдіңіздер. Енді бүгінгі таңда осы мәселені талқылап, өз ойларымызды біліп, жалпы осы жаңағы вебинар аясында бірнеше ұсыныстар алып, соны бірлесіп, ары қарай жаңағы қазір бізде тренд қой, дамыған кезде жаңағы сообщество дейміз, ассоциация құру дейміз, мүмкін біздер мастер-майнд құратын шығармыз. Ары қарай осы мастер-майнд арқылы біз қаншалықты қазіргі таңда құзыреттілікті жаңағы компетенция дейміз ғой, енді soft skills'ты қалай дамытамыз. Енді қаншалықты біздің тәжірибелеріміз оған мол. Сонымен қатар қазір біздерге талап қойып жатыр. Барлығыңыз білесіздер, университетке қойылып жатқан талап ол жаңағы осы тәрбие саласында студенттердің жаңағы өз-өзін басқару, соның ішінде студенттік парламентті мектептерге трансляциялау туралы көп айтып жатыр қазір. Асқат Қанатовичтің өзі бізге алдымызға қойған мақсат ол дебаттық жаңағы нелерді қозғалысты күшейту, сонымен қатар мектептегі самоуправление, жаңа өз-өзін басқаруды көтеру. Осы мақсатта біз қандай жұмыстар жасап жатырық қазір, осымен танысатын боламыз. Барлығыңызға белсенді болуға шақырамын. Әріптестер, мен ойлаймын, осы бүгінгі вебинардың өз мақсатына жетеді деген ойдамын. Сіздер арқылы. Жақсы, Асқарбек Ермекович, жалғастырайық. Рахмет, Қарлығаш Төртайқызы, сізге көп-көп рахмет. Міне өте жақсы ашып бердіңіз бізге. Бүгінгі жұмысымыз бәрі сәтті болады деп ойлаймын. Міне осы сіздің сөзіңізден кейін. Енді келесі сөзді осы жерде тағы біздің бір қонағымыз отыр. Тараз университеті, Міржақып Дулати атындағы Тараз университетінен Жұмалиева Ләззат ханым. Осы жердесіз бе? Саламатсыздар ма? Ләззатқа демонстрация берсеңіз, Ләззатта не слайды бар екен көрсететін. Демонстрацияға рұқсат берсеңіздер. Пока жайлап бастап айта беріңіз. Ләззат, саламатсыз ба? Демонстрация алдыңыз ба? Жоқ, шықпады. Жоқ, қазір. Мен мына басқа кісіге беріп қойыппын қазір. Ләззат Жұмалиева. бұл бірінші қорғаныс жүйесі болып келеді. Идентификация субъектіге алған әрекет ететін процесс немесе басқа ақпараттық бағдарламалық компонент. Өзін атауға, өзін атын айтуға мүмкіндік береді. Гүлмира апай, сіздің микрофоныңызға қосылып тұр. Үшін кім екенін көрсетеді. Аутентификация сөзінің синонимі ретінде кейде аутентификация тіркесі Асқарбек ағай бердіңіз бе? Бердім. Клиент сервері алғын дәлелдейді. Екі жақсы өзара тұтасты аутентификацияның Саламатсыздар ма? жерлік ортада сәйкестендіру. Саламатсыз Ләззат ханым, қош көрдік сізді. Тұнау Тараз елді мемлекетінен. Қазір баяндамасын Яғни субъектінің көрініс қалған растау үшін қолданылады. Микрофон қосылып тұр ғой деймін. Коллеги, пожалуйста, выключите микрофон. Саламатсыздар ма, құрметті дөңгелек үстелге қатысушы әріптестер, студенттер. Мен Тараз Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті ұстазы институты математика кафедрасының қауымдастырылған профессор міндетін атқарушы Жұмалиева Ләззат Дәуренбайқызы. Бүгінгі баяндамада сіздермен студенттерді сабақтан тыс уақытта шығармашылыққа баулу жұмыстары біздің институтта, кафедрада қалай іске асып жатқанымен бөлісетін боламын. Жалпы студенттерге біздің ұстаз
институтында, яғни педагогикалық мамандықтарда өте жақсы жолға қойылған. Ол жерде жыл сайын әртүрлі жобалар ұсынылады. Бүгін осы жобалардың бір қатарына тоқталып өтетін боламыз. Енді жобаның тартымдылығына байланысты кейбір жобалар бізде 2017 жылдан бастап 3-4 жылға дейін ұзақ уақыт қалады. Кейбіреулер енді өзекті болмаса, бір жыл жұмысын жасап, жұмысын тоқтатып жатады. Енді осындай жобалардың біріншісі ол бізде университет деңгейінде, ол Kids University, яғни балалар университеті. Бұл жобаға негізінен қатысатын жаратылыстану мамандығы, одан кейін өнер және әлем тілдер кафедралары. Яғни бірінші бұл жобаның мақсаты мектеп жасындағы балаларды ғылымға тарту. Жобаны іске асыру үшін бұл жерде математика, физика және IT кафедрасы ұжымымен студенттер жұмылдырылады. Яғни бұл жерде не жасалынады, қандай жұмыстар жасалынады? Яғни оқу үрдісі модернизациялау. Яғни бұл жаңағы информатика мамандығының студенттерімен оқытушылары бірге. Қазіргі таңда бізде мынау пандемияға байланысты, қашықтықтан оқытуға көшуге байланысты акті құралдарын пайдалану өзекті мәселе болып отыр. Осы бойынша олар өздерінің өткен жылы жаңадан осы неге көшкен кезде олар бізге әртүрлі семинарлар өткізген болатын. Осы қалған мамандықтың оқытушы құрамдарына. Одан кейін мынау инновациялық оқыту технологиялар негізінен бұл жерде QUIL технологиясы, яғни бізде математикадан басқа физика, информатика, биология, химия, осы 4 мамандық бізде мектепте ағылшын тілінде болатындықтан бізде QUIL технологиясын үйрету бойынша, мынау инновациялық оқыту технологиялар бойынша сол жұмыс жасайды. Және бұл жерде математика мен физикадан ғылыми жобаларға оқытушылармен қоса студенттерде жұмылдырады, көмек береді. Содан кейін келесі мына жерде қосымша сабақтар өткізу деп тұр. Бұл былай болды. Бізде 2019-20 оқу жылында жаңағы педагогикалық мамандықтардың тартымдылығын арттыру мақсатында университет ректоры 100 студентке шәкіртақы төледі. Сол кездегі алып жүрген шәкіртақы көлемінде ол жердегі бірнеше талаптары болды. Сол талаптар арқылы олар өтіп, жаңағы 100 студент сабақтан тыс уақытта жаңағына қосымша сабақтар өткізу. Әсіресе бұл біздерде математика, физика және тілдер бағытында өте қажетті болды. Содан кейін оған қатысушылар, оқушылар саны өте көп болғандықтан бізде оны тек осы университет құрамында, университеттің профессор оқытушы құрамымен қызметкерлерін балаларына өткізді. Ол бір жағынан әлеуметтік студенттерге қолдау, екінші жағынан ол болашақ мамандыққа деген дайындық және ол практика болады. Тура осы сияқты жаңа айтып өткен аспаптарда үйрену салалары бойынша әлем тілдері факультетінде мынау ағылшын, француз, қытай, неміс, кәріс тілдерін студенттер, жаңағы стипендияға ілінген студенттер қосымша жұмыс ретінде осыны өткізді. Бірақ енді бұл кейбір нелері тоқтап қалды, өйткені жаңа пандемияға байланысты қашықтан оқытуға көшті. Сол себептен бұл қазір тоқталып тұр. Сонымен қатар бірнеше жобалар, яғни қазақ тілін латын әліпбиіне көшіру. Бұл жерде де айтылған барлық жобаларда студенттер қамтылған. Жаңағы шәкірт ақыға иеленген студенттер осы жұмыстарды алып жүреді сабақтан тыс уақытта. Яғни келесі жоба бұл ұлы дала жастары дейді. Бұл бәсекеге қабілетті педагогтардың креативті құзыреттілігін қалыптастыру және педагогикалық мамандықтарға кәсіби қызығушылықтарын арттыру мақсатында. Келесі
Келесі жобада бұл жерде енді тарих білім беру бағдарламасы бойынша студенттер тартылған болатын. Қазақ хандығының интерактивті энциклопедиясы даярланған. Мынау жердегі сипаттамасы бойынша. Одан кейін келесі мектепке дейінгі тәрбие білім беру бағдарламасы бойынша бұл балақай мектеп жасына дейінгі балаларға арналған интерактивті танымдық ойындар жасау, жаңағы әртүрлі қуыршақтар әзірлеу жасалынып, бұл жобаның нәтижесінде үлкен көрме ұйымдастырылған. Келесі жоба бұл қазіргі күнде өте актуальный, өзекті болып табылатын робототехника бағыты. Яғни бұл жерде 3D принтер, жаңағы лазерлік станоктар арқылы студенттер сабақтан тыс уақытында барып, бұл жерге математика, физика, информатика мамандықтарының студенттері бірге бағдарламасын жасап, және оны берілген жаңағы принтерларда шығарып, басып жасау, яғни әртүрлі ұсақ түйектер жасап шығарған болатын. Бұл әлі де іске асып жатқан жобалардың бірі. Сонымен қатар Супер Смарт студент республикалық зияткерлік байқау ұйымдастырылған. Ол жерде әртүрлі қала университеттерінен студенттер қатысып, өздерінің нәтижелерін көрсеткен болатын. Сонымен қатар қазіргі рухани жаңғырудың даңғыл жолы терең білімде тақырыбында да Тарсу Кап республикалық пікірсайыс турнирі өтті. Оған республикада белгілі оқу орындары студенттер қатысып, келесі орындарға ие болған. Енді қысқаша айтып кететін болсақ, математика мамандығы бойынша айтатын болсақ, бізде кафедрада жаңағы студенттердің, магистранттардың ғылыми жұмыстарға тарту екі бағыт бойынша да жүреді. Яғни бізде кафедрада 33 жылдан астам уақытта бойы кафедрада семинар жұмыс істейді. Яғни қазіргі заманғы математиканың мәселелері бойынша оған осыға дейін Қазақ ұлттық университеті, Қазан университеті, Германиядағы Берлин еркін университетінен келіп, біраз ғалымдар баяндама жасаған болатын. Және бізде 0-1 білім беру бағыты болғанымен кейбір студенттеріміз арғарда білімдерін фундаменталды математика бағытында да жалғастыруға мүмкіндік бар. Өйткені бізде кафедрада 5 жыл үздіксіз жаңа Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің қаржыландырылатын гранттан жобалар жеңіп алып, оған қазіргі кезде енді магистрант болды, студенттеріміз де қатысып отырады. Сонымен қатар енді әдістемелік бағытта оқыту әдістемелер және жаңашыл технологияны оқыту процесін енгізу атты өңірлік ғылыми әдістемелік семинарлар жұмыс істейді. Сонымен қатар облыстық әдістемелік кабинетпен бірге отырып, математикалық регата жаңағы математика мұғалімдерінің олимпиадалары жыл сайын ұйымдастырылып отырады. Биылғы оқу жолында кафедрада осы тақырып төңірегінде семинарлар ұйымдастырылған. Тағы да студенттердің шығармашылыққа баулудың тағы бір жолы, бұл бізде кафедрада студент, практикант, зерттеуші студенттік үйірмесі жұмыс жасайды. Ол үйірменің негізгі бағыты, яғни студенттерді олимпиадаға дайындау, шығармашылық жұмыстарға тарту және математиканың қолданбалы бағытын жүзеге асыру болып табылады. Енді осы жасалған жұмыстардың нәтижесі ретінде бізде
студенттеріміз, магистранттарымыз әрқашанда жетістіктерін көрсетіп жатады. Биылғы жылдың өзінде халықаралық және облыстық олимпиададан жүлдегер болды магистранттарымыз. Ал осыдан 2 жыл бұрын студенттеріміз, біздің білім беру бағдарламасының студенттері республикада сәйкесінше 3-ші, 2-ші орын алып отырды пәндік олимпиадалардан. Енді жалпы қорытындылай келсек, бұл жерде бұл сабақтан тыс студенттерді шығармашылық жұмыстарға тарту дегеніміз, жаңағы Қарлығаш Сатыбалдиевна айтып кеткендей, бұл soft skills, яғни жұмсақ дағдыларды қалыптастырудың бір жолы болып табылады. Енді өзіміздің сабақ беру практикамызда кездесетіндей, қазір студенттер бұрындағыдай емес, басқа жұмыстарға қызықпайды. Енді біз өзіміздің математика мамандығының студенттері бойынша айтатын болсақ, қазіргі кезде олар өзінің алып жатқан мамандықтарына бойынша жұмыс істеуге, ізденуге әрқашанда талпыныс білдіреді. Бұрындар енді жасыратын жоқ, басқа жұмыстарға кетіп қалатын, қосымша жұмыстарға. Ондай ойлаймын, барлық университетте, барлық Қазақстанның барлық өңірлерінде ондай жағдай кездескен шығар. Қазір бірте-бірте, міне соңғы әсіресе 3-4 жылда студенттер өздерінің бос уақыттарында өздеріне қатысты, мамандығына қатысты жұмыстармен айналысып жатыр. Ол әрине бізді қуантатын жағдай. Жалпы университет бойынша атқарылып жатқан жұмыстар осы кафедра деңгейінде. Назарларыңызға рахмет. Ой, рахмет көп-көп, Ләззат ханым. Міне, киелі Тараз жеріне шыққан біздің әріптесіміз. Ләззат ханым, жаңа сізге мен демонстрация беремін деп организаторлықты беріп қойыппын. Соны өзіме қайтарып берсеңіз. Қазір. Рахмет. Енді келесі сөз кезегін мен ұсына берейін әзірге. Келесі сөз кезегін біздің осында әріптесіміз Құдайберген Жуанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің филология факультетінің аға оқытушысы Ұлықпанова Әлия Жолдасқалиқызы, сөз кезегі сізде. Қазір Саламатсыздар ма? Маған демонстрацияға рұқсат етсеңіз. Қазір организаторлығымды беріп жүрсін, Ләззат ханым. Әлі берген жоқсыз. Саламатсыздар ма, әріптестер? Мен қазақ филологиясы кафедрасының аға оқытушысымын, куратормын, Ұлықпанова Әлия Жолдасқалиқызы боламын. Мен қазіргі өзімнің ортаға салып сөйлейтін сөзімді жалпы бір университеттің тұтас жүріп жатқан жұмысы төңірегінде емес, бір ғана біздің университеттің куратор-эдвайзері қандай жұмыстар атқарып жатыр, қандай іс тәжірибем бар жинақталған, осы жөнінде сіздерменен өзімнің пікірімді, ойымды бөліскім келіп отыр. Студенттердің интеллектуалдық құзыреттілігін қалыптастыру жолында біздер қандай іс-әрекеттер жасаудамыз, ол қандай нәтиже беруде, осы жөнінде айтқым келіп отыр. Енді осы қазіргі таңда интеллектуал тұлға болып қалыптасу, бұл болашақтың бір жарқын кепілі. Мен өзім осылай ойлаймын. Сондықтан студенттермен жұмыс жасау барысында да қазақтың нағыз азаматтығын танытатын, жарқын болашағымызға кепіл бола алатын жастарды істі жүзінде жұмыс жасауға талпынып, осы бағытта қызмет жасап, жұмыстанып келе жатырмыз. Біздің болашағымызды интеллектуалдық тұлға ретінде дамыған студентке сеніп тапсыруға болады. Мен осындай ойдамын. Қазіргі студент жастарымыздың көпшілігінде біз бұрынғы алдыңғы буын өкілдеріне қарағанда көптеген айырмашылықты, тәуелсіз қоғамда өмірге келген жастардың еркін сөйлеуін, еркін ойлауын көптеп аңғаруымызға болады. Осыған байланысты мен өзімнің әңгімемді қазіргі менің студенттерім, менің тобымның
жалпы келбеті қандай, олар да белгілі бір деңгейде біздің қоғамның бір үлкен бөлігін танытатын өкілдер ғой. Қазіргі студент жастар қандай? Осыны анықтау үшін мен сауалнама алған болатынмын. Осы сауалнамамен сіздерді қысқаша таныстырып өткім келеді. Сауалнамаға біздің қазақ тілі әдебиеті білім бағдарламасы 201 топтың 32 студенті қатысты. Мен 4 сұрақты берген болатынмын. Уақытты көп алмас үшін әр сұраққа жауап берген негізгі пікірлерді ғана айтып өтемін. Енді мысалға бірінші сұрақ: интеллектуалды тұлға болып қалыптасу үшін студенттерге қандай қасиеттерді дамытқаны дұрыс? Бұл сұраққа жауап берген студенттер жалпы қазіргі таңда жастар тек қана білім бағдарламасы бойынша мектепте мұғалім болып қалуды ғана армандамайды, мақсат етпейді. Сонымен қоса қалайда табыс табамын, кәсіп құрамын. Міне көптеген жастарға тән осындай қасиет бар. Менің тобымда 32 студенттің 23-і мемлекеттік және жергілікті әкімшілік берген гранттар бойынша оқып білім алады. 32 студенттің ақылы бөлімде оқитынында, грантта оқитынында тұтас тек қана өте жоғары бағамен оқиды. Сондықтан өздерінің сабақ оқыған мерзімінен тыс уақытта көпшілігі осы жаңа жоғарыда әріптесіміз айтып кетті, ол кез келген жерде бір официант болып, немесе ыдыс жуушы болып жұмыс жасамайды. Біздің студенттеріміздің көбі өзіміздің пәнімізге қатысты жұмыс жасайды. Тіпті республикалық деңгейде онлайн әртүрлі жеке оқу орындарымен байланыс жасап, ұбт-ға дайындап қызмет етіп жүрген, екеуін бірдей алып жүрген студенттер бар. Шындығы керек, табыс көзі барлығына да керек. Осы жағдайда студенттер айтады: мен бизнес көзін ашқым келеді, өзімнің пәнімді пайдаланғым келеді дейді. Және жаңашыл ойлауға ұмтылған студенттер ол цифрлық технологияның барлық элементтерін қолдануды кәдімгі жүзеге асырып отыр. АКТ-ның небір технологияларын игеруде, небір түрлі кітаптарда оқуда осындай қасиеттер бізге бойымызда болғаны дұрыс деп жауап берді. Және өздерінің мінез құлқындағы кейбір ортаға бейім емес, ашылып көп сөйлеспейтін студенттер айтады: мен қалайда өзімнің ортама сай пікірімді еркін айтып, көзқарасымды кәдімгі қалыптастырған студент болғым келеді дейтін пікірді айтқан студенттер бар. Жалпы 100%-ға жуығы дұрыс білім алуым керек, еңбекқор болуым керек, жаңашылдықтың кез келген қадамынан артта қалуға тиісті емеспін дейтін ойды айтты. Енді бірден бір қазіргі таңда тренд болып отырған тақырыптар барлығымызға да белгілі. Ол ешкімге жасырын емес. Қазір ақылын сататын адамдар көбейіп кетті. Мысалға, бай болғың келе ме, табысты болғың келе ме, мен вебинар ұйымдастырамын, мен тренинг ұйымдастырамын, маған кел, менің кітабымды ал дейтін жаңағы нәрселер біздің қоғамымызда ол жеткілікті. Мен қоғам қазір қандай? Мен сол жағдайда ғана баяндап отырмын, даладан мен деректер алып отырғаным жоқ. Сондықтан біздің екінші қойған сұрағымыз: интеллектуал тұлға болып қалыптасу үшін жоғары оқу орнында өзіміздің мамандығымызға қатысты кітаптарды бірінші кезекте оқисыз ба? Әлде немесе жаңағы байысам, табыс көзін тапсам дейтін небір түрлі тырнақша ішіндегі мотивациялық кітаптарды алуға үйірсіз бе? Оқыдыңыз ба, пайдаландыңыз ба дейтін сұрақ қойылды. Студенттердің 100%-ға жуығы осы сұраққа асқан қызығушылықпен жауап берді. Және бір таңғаларлық нәрсе, мотивациялық кітаптарды маған түгелдей керек, мен тек сонымен ғана жұмыс жасаймын, осы деп барлығы сол пікірге бас ұрып, тек табынып қойған жоқ. Көпшілігі 50% көрсетті. Жоқ, мен өзіме қажетті мамандығыма қатысты нәрселерді алуым керек дейтін пікірді айтты. Сонысымен қоса мотивациялық кітаптар деп жүрген тараулар кітабын көбінесе қызығушылық 2-3 күнде ғана туындайды. 2-3 күннен кейін ол басылады. Еліктеушілік сияқты. Мен мотивация біреуден алсам да, ең алдымен өзімнің алдымда мақсатым айқын болуы керек. Еліктеушілік форматында анау секілді бай болсам, табыскер болсам емес, мен бірінші ақыл ойды өзім қалыптастыруым керек дейтін студенттердің басым көпшілігі осындай жауап берді. Мен бұған шындығы керек қуанып қалдым. Және бір жақсы бір пікірдің менің студенттерімнің арасында журналист болып қосымша қызмет етіп жүрген студенттер де бар. Оқу үлгерімі өте озат. Кейбір студенттердің мына пікірлерімен толықтай келтірдім. Мысалға, мотивацияға тойған әрекет
әрекетінің құны жоқ тұлға болып қалыптасқым келмейді. Кәсіпкерлік пен мотивациялық кітаптардан алшақпын, бірақ қалғанмен талас жоқ. Қоғамда сондай адамдардың ортасы көп, мотивация алатын, тек соны ғана іздеп жүретін, ақшашын бекерге шашатындар да бар. Дегенмен де біз өзіміздің алдымызда мақсат болып, мотивацияны мен ақылыммен өзімде тауып ала алам дейтін студенттердің жауабы өте көп болды. Содан кейін біз енді әлеуметтік желімен күнбе-күн өміріміздің барлығы байланысты ғой. Қазіргі таңда тәуелсіз көзқарастағы еркін өзінің пікірін айта алатын керемет жақсы жазушыларымыздың бірі Аягүл Мантай, көпшілігіңіз естулеріңіз бар шығар. Сол Аягүл Мантай өзінің бір постысында мынандай пікірді жазған болатын. Интеллектісі дамыған, IQ жоғары адам біреуге ешқашан тәуелді болмайды. Интеллектісі төмен адам қашанда біреудің сауынды сиыры. Ақылы дамыған адамға біреудің ақылы мотивациясы керек емес дейтін пікірді жазған болатын. Мен осы пікірді студенттеріме сіздің көзқарасыңыз қандай дейтін сауалды ұсындым. Сонда студенттердің 95% бұл пікірмен келіспейтіндігін білдірді. Осы орайда әрине біздің студенттердің ұлттық, біздің факультет әсіресе қазақ филологиясы, қазақ тіл әдебиеті білім бағдарламасында оқитын студенттер көпшілігі қосылам деп айта алмаймын. Ұлық болсаң кішік бол дейтін мақал осыған сәйкес келетін секілді дейтін бір студенттің жауабы болды. Немесе бір студент интеллектісі жоғары бола тұра, күнделікті пайдасын таба алмай жүрген адамдарда жеткілікті. Мен бұл пікірмен келіспеймін, немесе толық келісемін деп айта алмаймын. Ешқандай адам өзін 100% бәрін білемін деп айтуы тиіс емес. Ақылымыз толысқан сайын білімге дейтін құмарлығымыз көбейе береді дейтін жауаптарда болды. Және бір тағы да бір мынандай сауалды қойдым студенттеріме. Ғылыммен айналысу жоспарыңызда бар ма? Университеттен алған білім ғылымды қаншалықты кәдеге асыра алып жүрсіз? Осы арада мен ескертіп айтқым келеді, студенттерге осындай 4 сауал бердім. Және қай сауалға жауап бергілеріңіз келеді, анонимді түрде өзіңіз біліңіз. Жауап бергіңіз келгеніне жауап беріңіз, болмаса жауап бергіңіз келмесе, ол да сіздің еркіңізде дейтін өзім жаңағы талабымды, шартымды айттым, ортаға тастадым. Сонда бір аса өкінішті жайт, студенттердің 40%-ға жуығы бұл сұраққа жауап беруге қызығушылықты танытқан жоқ. Не себепті? Мен оны да сұрадым. Өйткені қоғамның қазіргі олда шындығы. Ғылыммен айналысқан адам соншалықты табысты болып отырған жоқ дейді. Жастарға біз ешқашан мынандай көзқарасты ұста деп таңып бере алмаймыз. Бұл біздің қоғамдың шындығы. Шындығында да ғылыммен, біліммен айналысып отырған жоғары білімді, интеллектісі жоғары адамдардың табыс көзі мектеп мұғалімінің табысынан 2 есе төмен жағдайларда кездеседі. Қоғамның бұл өкінішті болса да ащы шындығы, оны студенттер біліп отыр. Бірақ мен студенттерімді өзі 2-ші курс әлі, бұлардың көзқарасы енді қалыптасып келе жатыр. Мен студенттерге жыл басында ғылыми жобамен қалай айналысу керек, оның талаптары қандай, бүге-шүгесіне дейін мен әдейі өзім вебинар өткізіп айтқан болатынмын. Бұл талпыныс жасаған студенттер де бар, ғылымға енді аяқ басқан студенттер де бар. Мүлдем жоққа шығармайды, жан-жақтылық бәрімізге қажет дейді. Дегенмен де студенттердің арасында жаңағыдай әлі де болса бұны осыншама терең түсініп тұрмаған жастар бар. Мен куратор, адвайзер ретінде осы арада кез келген нәрседен қателіктен қорытынды шығарып, қай бағытта әлі қалай жұмыс жасауым керек, соның мен нәтижесін сол бойда шығарып отырамын. Осы орайда менде осы бағытта тобымен әлі де болса көбірек жұмыс жасауым керек дейтін міне ойға келдім. Міне мен жалпы қандай нәрсе айтсам да өзімнің көз алдымда болып жатқан іс-әрекетпен байланысты айтамын. Мен енді осындай студенттердің көзқарасын білдім. Ал енді менің жұмыс жасап жатқан іс-әрекеттерім қандай және болашақта мен не жасауым керек? Сол іс-тәжірибемен куратор, адвайзер ретінде бөлісейін. Мен қазіргі интеллектуал тұлға ретінде тәуелсіз көзқарастағы ақыл ойы терең, берік пікірталас еркіндігін дамытқан студенттерді тәрбиелеудемін. Өйткені менің тобымдағы студенттердің басым көпшілігі олар дебатерлер, олар мектепке барып тренер ретінде қатысып жүр. Шындығында да пікірталас қасиетін өте күшті меңгерген студенттер. Ойларын ашық айтады. Мен ешқандай оларға тосқауыл қоймаймын. Және болашақ мамандықты сүюге, осы үшін барынша
талаптануға мен қызмет жасап жатырмын. Болашақ маманның зияткерлік әлеуетін дамытуға күш салудамын. Барынша ізденімпаздыққа көңіл бөлем. Шығармашылық жұмыспен байланысты үнемі дамытып отырам. Идеяның мол болуына мен бағыттап отырам үнемі. Және кез келген жағдайда барлығы әдемі ханның сарайын тұрғызатындай әсем сөз күйінде емес, мен көп жағдайда ақылды сөзден әдемі іс-әрекетті, нәтижелі істі жаса дейтін принципті ұстанамын. Студенттеріммен осы бағытта жұмыс жасаймын. Ал жақсы, осындай жұмысты жасап жатырмыз, сонда менің жұмысымның нәтижесі қандай? Мен тәрбиелік жұмыс дағдысын қалыптастырдым. Эдвайзер ретінде мен студенттердің қамқоршысымын. Пәнмен қатар тәрбие ол егіз, қашанда оқу процесінде де мен осыны үнемі қатар алып жүремін. Ал оның нәтижесі қандай? Жұмыс дағдысын қалай қалыптастырдық деп отырмын. Мен өзімнің группамен тіпті тәрбиелік жұмыс жоспарында бірге құрамын. Тәрбиенің бағыттарын айтамын. Студенттерге осы біз бір оқу жылының ішінде қандай жұмыс жасайық, қандай кураторлық сағаттар өткізейік, оның форматы қандай болсын, ойларыңды ортаға салыңдар деймін. Олардың тақырыптарын аламыз, талқылаймыз, бір өзгеріске түсетін тұсы болса өзгертеміз. Сөйтіп біз тақырыптың барлығын ортаға саламыз. Біздің тіпті құжаттарымызға дейін, үтір нүктесіне дейін сақадай сай болып тұрады. Ең алдыменен студенттерге мен өзім жұмыс жасап, үлгісін көрсетемін. Міне мынандай куратор сағатын өткіземін, оның сценарийін өзім жазып үйретемін. Тіпті бүкіл әлеуметтік желіге алдын ала құлақтандырып отырамыз. Сайттар арқылы афишаны қалай жасаймыз? Қандай жаңашыл технология қолданамыз, әдіс тәсілдері қандай? Оны мен өзім әуелі видеоға түсіріп жіберемін, YouTube-қа жүктеймін, студенттеріме жіберемін. Олар сол бойынша жұмыс жасайды. Үйренбеген қате тұсы болса түзетемін. Тіпті бір сценарийдің өзін 4-5 рет, афишаның өзін 10 ретке дейін түзетіп, жылдың соңында менің студенттерімнің қай-қайсысы бұл бағытта кәдімгі өз ісінің шебер маманы болып алды десем, ешқандай артық айтқан емес. Нәтижеміз бір. Және апта сайын біз жаңағы куратор сағатын үзбей өткізіп отырамыз. Және өткізілген куратор сағатының толық бейне нұсқасы YouTube-тағы біздің каналымызда түгелдей жарияланып отырады. Одан кейін ашық микрофон дейтін бізде бөлім болады міндетті түрде. Тәуелсіз көзқарастағы студентті қалыптастырамын деп мен күш салып жатырмын. Әр куратор сағатында ашық микрофонда студенттер өзі айтады. Бүгін мен мынаны үйрендім, бірақ мынау маған әлі жеткіліксіз болып отыр. Өз көзқарастарын ашық айтады. Барлық жаңағы әлеуметтік желіде түгелдей күнбе-күн хабарлама беріліп отырады. Өйткені біздің Жұбанов университетінің студенттерінен бүкіл жастар үлгі алуы керек. Одан кейін куратор эдвайзер ол студенттердің бірінші кезекте қамқоршысы. Қағазда дұрыс, кураторлық сағатта ғана дұрыс, басқасы кемшін қалып жатқан жоқ. Студентім ауруханаға түсіп қалды ма, мен артынан іздеп барамын. Мына арада енді уақытты алып видеоны 40 секундтық видео бар, көрсетпей-ақ қояйын. Мына арада студентім айтып отыр. Бұл бала ауруханаға түсіп қалды, ата-анасы басқа облыстан, елдегі ағайындары келіп болмады. Тіпті жедел түрде ота жасау үшін куратор эдвайзер ретінде мен жаңағы дәрігерлерге келісім беруге мен қол қойдым. Немесе телефон ұрланып кетті ме, мен іздеп барып полицияға 18 жасқа толмаған бала мен арыз жазамын. Не болмаса тағы да басқа жағдайда мен түгелдей қамқоршысымын. Енді оқу мен тәрбие процесі егіз деп айтып жатырмыз ғой. Мен жалпы әдебиетшімін ғой. Әдебиеттің әр тарауы тәрбие тағылымынан тұрады. Оқу процесі мен тәрбиені үнемі қатар алып жүремін. Куратор эдвайзер ретінде қажет болса студенттермен әзілдесіп те сөйлемін. Ал енді талап қоятын жерде жауапкершілікті мықтап ұстап, талапты да қоямын. Топ студенттері бұл арада менің өзім қандай іс-әрекет жасаймын, содан асырып жұмыс жасамаса кемшін қалып отырған жоқ. Цифрлық технологияға қатысты қандай жаңашыл технология болып жатыр, үйренемін, өзім үйретемін, олар үйренеді, бірлесе жұмыс жасаймыз. Осы ісіміздің бір нәтижесі ретінде өзіміздің топ студенттермен бірлесе ғана 44 беттен тұратын студенттер аялдамасы атты әдеби альманахты жарыққа шығардық. Бұның ішінде біздің студенттеріміз
сан түрлі маман біздің факультетті бітірген студент түлектерден сұхбат алды, сөйлесті. Біреу акиматта жасайды, біреу ғалым, біреу басқа жерде жасайды. Жаңағы шығармашыл кез келген жерде өзін ортада ұстай білетін студентті тәрбиелеп жатырмын дейтін бір үлгісі осында тұр. Бұл студенттер аялдамасының толық нұсқасы Facebook әлеуметтік желісінде жарияланған, одан да көруіңізге болады. Енді қорыта келе, мен жалпы куратор адвайзер ретінде бүгін сіздермен өзімнің іс тәжірибеммен бөлістім. Мүмкін мен кейбір пікіріммен келіспейтіндер де болар. Дегенмен де біздің университетте бір куратор адвайзердің жұмыс жасап отырған жұмыстары міне осындай. Айтылып жатқан ісіміздің көптеген бейне нұсқалары куратор сағаттарының YouTube каналында толықтай жүктелген. Ата-аналар түгелдей көріп отырады, сілтеме жіберіледі. Және балаларының күнбе-күн не жасап жатқандарынан ата-аналар да хабардар және риза. Қорыта айтқанда біздің жұмысымыз, тәжірибелеріміз міне осындай. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Рахмет, Әлия ханым, рахмет көп сізге. Құрметті әріптестер, мінекей сіздер жаңа бір топтың жұмысын көрген болатынсыздар. Жаңа маған Асқарбек Ермекович маған демонстрацияға мүмкіндік берерсіз. Мен анау нені көрсетіп жіберейін. Айнұр Жұмамұратовна, пожалуйста, микрофонға бәріңіз қадағалап отырсаңыздар, мешаете работать. Бұл жерде Әлия апай енді үлкен өзінің тәжірибесін айтып кетті. Ең бастысы бұл жерде Әлия апайдың тәжірибесі мол. Сонымен қатар Әлия апай бізде осы жақында ғана университетімізде осы 2-ші жыл өтіп келе жатыр, бізде үздік куратор байқауының бас жүлдесінің иегері. Бұл жаңағы дегеніміз тәжірибе тарату мақсатында Әлия апайды шақырған болатынбыз. Әлия апай, сізге рахмет. Ол мына сіздің беріп жатқан құзыретті ең мықты деген жаңағы білімдеріңіз, тәрбие дағдыларының барлығын біз мына топтағы балалардың жұмысы арқылы көріп отыр. Жаңа сіз айтқан өздерінің қазіргі таңда жұмыстарын ары қарай мектептерде трансляциялап, ары қарай ол жұмысты жалғастырып жүр. Үлкен жаңағы жобалар бастап жүр. Осының барлығы үлкен жаңағы сіздің мынау және әріптестердің жасаған еңбегінің нәтижесі. Негізі жаңағы хабты құру біздің айтып отырған. Маған берілді ғой, демонстрация? Жоқ, берілген жоқ. Демонстрация бересіз бе маған? Демонстрацияны сол бере алмаймын. Мен мына жерден сізді организатор қыла берейінші қазір, Болады, Бұл жерде енді біз жаңа ғана айтып кеттік, құрметті әріптестер, университет мынау біздің өңірдің дамуына қандай үлес қосады? Жаңа айтып кеттік, сонымен қатар біздер жалпы маманды даярлаған кездегі берілетін құзыреттіліктер, енді Әлия апай толық бір топтың аясында ашып көрсетіп отыр. Жаңа өздеріңіз куәсіздер. Сонымен қатар енді мен университет тарапында қандай жұмыстар жасалып жатыр қазіргі таңда. Міне өздеріңіз көріп отырғандай, мынау біздің сайтымызда осы жарияланған болатын байқау. Ол байқауға бізде бірнеше ұйымдар, жаңағы біздің серіктестеріміз қатысқан болатын. Өрлеу орталығы, жаңағы политехникалық колледжден. Осындай біз жылма-жыл үлкен шаралардың басында жүрген мынандай шаралардың барлығын сіздер біздің жаңағы сайтымыз арқылы көре аласыздар. Сайтта барлығы жарияланған бізде. Сонымен қатар, енді мен өзімнің баяндамамды бастамас бұрын, әріптестер, мен қазір осы жерде отырған, сол жаңағы айтып кеткен Әлия апай бас жүлде алатын болса, сол жерде ізін қуып келе жатқан бізде жас маман, өзі мына прон тренері, сонымен қатар бірнеше тренингтер осы облыс көлемінде жасап жүр. Сонымен қатар биыл бірінші рет өзінің тобын алып отыр. Райбекке сөз бергім келеді. Мына қазір Райбек көріп отырсын, мына Әлия апайдың жұмысын. Жаңа әріптестеріміз айтып кетті, Дулати университеті сөйледі. Қазіргі таңда қандай жалпы университет хабқа айналу үшін не істеу керек? Біз маманды не үшін дайындап жатырық? Қандай құзыреттіліктер бар? Осы бойынша Райбек, сізге сөз. Кезегі өзіңізде. Райбек Телжанұлы. Саламатсыздар ма, қайырлы күн. Барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. Бүгінгі осындай практикалық алаң нәтижесінде
әріптестіктер қалыптасып, шын мәнінде ортақ мүддеге цифрлық қоғамда бізге келген бүгінгі күні маман даярлаудың алдында қоғамға азамат даярлау, азаматты қалыптастыру барлықтарымыздың ортақ мүддеміз, және де осы бағытта тәжірибе алмасу үлкен мүмкіндік береді деген ойдамын. Осындай онлайн ең алғашқы сөзді Ақтөбенің Абай атанған Мұхтар Арынның сөзімен бастағым келеді. Жоғарғы оқу орны бірыңғай кадр даярлаумен ғана шұғылданса, онда ұзаққа бармайды. Тәрбие мәселесін тұтастай халықтың арасында жүргізіп отыратын, жұртқа үлгі өнеге көрсететін мекеме болса ғана оның мерейі үстем болмақ деп Мұхтар Арын айтып кеткен. Осы тұжырымды біз қолдаймыз, және де бүгінгі күні университет жалпы жастардың білім алатыны және де маман қалыптасатын болғаннан кейін, ол жалпы кез келген өңірдің хабына айналу керек. Барлықтары осы жерде бір-бірімен байланыста ұстау керек. Енді цифрлы кеңістікте кемел адам қалыптастыру тақырыбында біз қандай іс-әрекеттер жасап жатырмыз? Мен екі бағытты айтқым келеді. Университетте жалпы кемел адам қалыптастыру, ол толық адам, жарты адам, толық адам, кемел адам дейміз. Кемеліне жеткен адам ол әр уақытта ізденетін, білетін, уақыттың талабымен бірге жүретін, үйренуді білетін азаматтар. Және де бүгінгі күні мана айтып өткендей, осы баяндама барысында soft skills пен кемел адамды қалай байланыстырамыз? Soft skills ол икемді дағды, және де ол дағдының барлықтары неге үйретеді? Үйренуге, уақыттың талабында жаңа трендтерге үйренуге үйретеді. Ал кемел адамның кемелділігін дәлелдейтін ол үздіксіз даму. Ал үздіксіз даму дегеніміз ол әрине оқу, үйрену, білу. Сонда қарап отырсақ, мен осындай тұжырымды айтқым келеді. Кемелге жететін, кемел адам болып қалыптасу үшін адамның бойында икемді дағдылар, өмірлік маңызы бар дағдылар болу міндетті. Бұл дағдыларды университет қалай қалыптастырып келе жатыр, және де студентке өзінің әлеуметтік жауапкершілігі ретінде қоғамға қандай бағытта екі нақты дәлелмен көрсетуге болады. Ол біріншісі волонтерлар мектебі, екіншісі пікірсайыс қозғалысы. Біз жастар хабына қалай айналып келеміз, және біз не себепті Жұбанов университеті осы өңірдегі Айбек, мен слайдтың қозғалу керек пе еді? Кешірім сұраймын, әріптестер. Жоқ, қазір екіншісіне өткенде мен айтамын. Сол себепті жаңа soft skills'ты қалыптастырамыз дедік, және де екі бағытын айтамыз. Ол біріншісі волонтерлық, екіншісі ол бүгінгі күні пікірсайыс. Екеуі де ең үлкен қозғалыс, және де екеуі де бүгінгі заманға дейін дәлелденген құрал ретінде көрсетіледі. Енді біз сіздерге, енді мен келесі слайдыма назар аударсаңыздар, волонтерлық мектебі туралы айтып өткім келеді. Ол жерде мен мына жерде закладтың ішінде дайындап қойған болатынмын. Қазір бір минут. Волонтерлық мектебі, біз онлайн волонтерлар мектебі пандемияға келген кезде біз волонтерлар мектебі деген үлкен проект бастағанбыз. Батыс Қазақстан бойынша алғашқы онлайн жоба цифрлық қоғамда шын мәнінде де қалай қалыптастыра аламыз деген. Бұның нәтижесі бойынша Ақтөбе облысындағы үздік жобалардың бірі болып танылды, және де Ақтөбе облысы әкімінің сыйлығына ие болды. Бұнда координатор, тренерлер мысалға алатын болсақ, бұл волонтерлар мектебі ең алғашқы проект ретінде 50 мектеп оқушысын, Мұхтар Арын айтты ғой, ең алдымен жоғарғы оқу орны тек қана кадр дайындайтын болса, онда біз мерейіміз төмен болады. Үстем болу үшін біз мектеппен қарым-қатынасты күшейттік, және де өзіміз білетін волонтерлық қызметті барынша мектеп оқушыларына үйрете алдық. 50 студенттерді үйреттік, және де 12 тренингтер мен семинар жүргіздік. Бұл не дегеніміз? Мектеп оқушылары, мектептегі мұғалімдер және студенттердің барлықтары осы Жұбанов университеті ұсынған волонтерлар мектебі идеясының айналасына тоғысты. Осы жерде олар өз волонтерлық қызметтің негізін алға алып шықты деп. Мына суреттер бар. Екінші волонтерлар мектебі біз жалғыз өзіміз үйреткен жоқпыз, сонымен қоса облыста жүрген жастарды тарттырдық. Жастардың барлықтарын осы диалогтық алаңға шақырдық. Қарасаңыздар,
міне Сая дейді қазір бүгінгі күні Астанада жұмыс жасап жатқан, бергеректе Ақтөбе даму енді мүмкіндігінше сіздерге танымал болмағанмен Ақтөбедегі топ үздік 10 жастар және де волонтерлық бағытта, азаматтық белсенділігі биік бағытта деген жастардың барлықтарын шақырып алып, біз осы университеттің айналасында, университеттің базасында студенттерді үйреттік, студенттермен қоса мектеп оқушыларын және тренерлерді даярладық деп айтсақ болады. Мына екінші ақпарат туралы міне спикерлер өздеріңіз көріп тұрғандай, одан кейін жұмыс жасау тәртібі мүмкіндігінше дүйсенбі күні WhatsApp арқылы, сейсенбі күні Zoom арқылы, сәрсенбі күні онлайн, сосын жұма күні офлайн. Және де практикалық жұмысқа келеді. Бұл мектеп тағы да қайталап айтамын, дегенмен осы жерде волонтерлық қозғалысты Батыс Қазақстан облысы бойынша теориялық және практикалық тұрғыдан үйреткен Жұбанов университеті болды. Енді үлкен вебинардың тақырыбына келетін болсақ, жастар хабы Жұбанов университеті не себепті? Себебі облыстағы өңірдегі волонтерлардың негізін қалыптастыра алған және де шоғырландыра алған мекемелердің бірі болып саналады. Міне Ақтөбе газетіне шықты бұл мақала ретінде. Барлық Қазақстан Республикасындағы волонтерларға волонтер кім деген челлендж ұйымдастырылып, бізден бастаған әлеуметтік парақшасына қатысты. Ең мына жерде нәтижесінде не болды? Волонтерлар мектебінің нәтижесінде не ұсынылды деген кезде 8 волонтерлық клуб құрылды. Мына жерде университетте құрды. Енді жастар хабы болғаннан кейін ол ары қарай даму. 150 волонтер кәсіби даярланды, 60 мектепте. Біз сонымен қоса тәлімгерлерді үйреттік, 60 мектеп тәлімгерлері курстан өтті. Мектепте барлық волонтер жылы барысында мектептердің барлықтарында волонтерлық клубтар ашылу керек болды. Бірақ та қалай жасау керек дегенді Жұбанов университеті үйрете алды. Біз Жұбанов университетіне жастарды шоғырланды арқылы бір-бірімізді үйреттік. 4 жоба шағын грантты жеңіп алды. Оның ішінде жеке атап өтетін болсақ, Жалғасбаев Нұрбек, осы физика-математика факультетінің студенті, қателеспесем, халық алғысы медалімен марапатталды. Бұл волонтерлық бағыттағы біздің қысқаша осылай айтып кетуге болады. Енді екіншісі айтқымыз келетіні бұл бізде ол пікірсайыс бағыты. Пікірсайыс бағытында қалай дамыды десек, қазір 1 минут. Барлықтары асығыс сияқты. Дегенмен, пікірсайысында қалай дамыды? Жалпы Жұбанов университеті жастардың хабы, бір дәлел оған волонтерлар мектебі, бүгінгі күні мектептегі волонтерларды дайындап жатқан тренерлердің барлықтары осы университетте курсты аяқтап шықты деп айта аламыз. Енді екінші жағынан, заман біздікі интеллектуалды элиталар одағы бүгінгі күні пікірсайыстың қалыптасуына үлес қосып жүрген Жұбанов университетінің жанынан құрылған пікірсайыс ұйымдарының бірі, студенттік өзін-өзі басқару ұйымындағы пікірсайыс бағытын толық қамтыған ұйымдардың бірі. Және де онлайнда қалай жүргізе алды, парақшасы тұр, осыдан көрулеріңізге болады. Ең алдымен Жұбанов батыс өңірінде заман біздік интеллектуалды элиталар одағы толығымен 4 форматты қамтыды. Және де бұл 4 форматтың барлықтарын неге үйрете алады? Жаңа айтып жатқандай қандай проблемалар шеше алады? Бұлар сыни ойлайды. Енді білім және ғылым министрлігі өзі айтып бергендей, пікірсайыс технологиясы, пікірсайыс форматы манағы айтқан soft skills-ке үйретеді. Ол білімді дұрыс анықтап, және де өмір бойы білім алуға бағыттайды. Сол форматқа бағыттайтын спорт интеллектуалды жарыс деп айтуға болады. Жарыса отырып мүмкіндігінше игереді. Және де ең жақсы, ең қуанып айтатындарымыздың бірі, ол британдық американдық формат, халықаралық форматты игерді. Оған бір 3 жылдай болды. Американдық парламенттік форматты 5 жыл. Ол жалпы Қазақстан пікірсайыс қозғалысында Ақтөбе ешқандай өңірден қалмай бірге дамып жүргендерін көрсетуге болады. Жұбанов Cup 2021, көріп тұрсаңыздар, турнир ұйымдастырылды. Бұл турнирлердің барлықтары онлайн ұйымдастырылды. Мектеп лигасына алғашқы 11-ші және 11-ші сыныптарға, 9-ші сыныптарға арналған барлықтары 18 сәуірде өтеді. 1-ші орынға алған, 2-ші орын барлықтарын әлеуметтік желіден оп-оңай көруге болады. Бұл дейтін
бұл барлықтары қазір көрініп тұрғандай, бұл біздің іс-әрекеттеріміз, біздің жұмысымыздың бір бағыты деп те айтуға болады. Пікірсайыспен айналысқан студенттердің барлықтары өздері икемді болады және де soft skills дағдыларын игереді деп айтуға болады. Тағы бір қуантарлық жағдайдың бірі, Жұбанов университеті жалпы Батыс Қазақстан бойынша өңірді дамытудың хабының дәлелі ретінде біз екінші айтқымыз келетіні, бүгінгі күні мектептерге барлықтарына пікірсайыс клубтарын ашу туралы, пікірсайыс форматтарын үйрету, оқушыларды пікірсайысқа үйрету туралы мүмкіндігінше сондай нұсқаулық берілген, бірақ та тағы да қалай жасау керектігі көрінгенмен, ол жақта мамандар болмағаннан кейін бүгінгі күні ауыл мектептері, заман біздік интеллектуалды элиталар одағы ауыл мектептеріне наставник болып саналады. Олар ауылдағы мектептердің клубтарын басталғаннан бастап ең үлкен дәрежеге жеткенге дейін тренингтер үйретеді онлайн. Ол шефствоға алады, бүгінгі күні. Сонымен қоса қала мектептеріндегі де бірнеше мектептердің барлықтарына бүгінгі күні студенттер өздері үйретіп келе жатыр. Бұл да тағы ненің айналасындағы, Жұбанов университетінің айналасында жүріп жатыр деп айтсақ болады. Қорытындылай келе, айтқым келетіні, басында не айттым, дәл сол нәрсені айтамын. Кемел тұлға жарты және толық кемел болған кезде ол үздіксіз даму керек, үйрену керек. Ал бүгінгі күні біз оны қалай айтамыз? Ол soft skills'тың дағдыларында үйрену және де үздіксіз үйрене беру. Оны қалыптастыратын үйрене беруді ол пікірсайыс болатын болса, және де адамның адамгершілігі, одан кейінгі жүректің қажеттілігі, мүмкіндігінше парасаттылық, қоғамға деген дұрыс көзқарас, қайырымды болу дегеннің барлықтарын адамның бойында шыңдайтын ол волонтерлық қозғалыс. 90 ауыз сөзі тобықтай түйіндеген кезде екі ең үлкен әлемде дәлелденген қозғалысты біз мектептен бастап университет айналасына, мектептен бастап мұғалімдерге дейінгіні жинақтай отырып, осындай процесті жүргізіп отырық деп мақтанышпен айта аламыз. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Жалпы мен және де марафон форматында куратор жалпы топты басқару, топты алға қарай алып жүру туралы айтқым келген. Дегенмен де бізде ең мықты үлгіні Әлия Лұқпанқызы көрсетіп берген, кураторларымыз қалай жұмыс жасайтынын, сол себепті ол жаққа барғаным жоқ. Осылай айтуға болады. Сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынмын. Рахмет. Асқарбек Ахметович, ары қарай жалғастыра берейік. Әріптестер, сұрақтарыңыз болса, айтып отырыңыздар. Рахмет, Райымбек. Келесі сөз кезегін біздің осы жерде құрметті қонақтарымыз отыр. Қазақ экономика, қаржы, халықаралық және сауда университетінен бізге профессор, техника ғылымдарының кандидаты ардагер ұстаз Сагентаев Сәбет Сағынтайұлы ағамыз қатысып отыр. Және осы кафедраның аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының кандидаты Еңсебаева Гүлшат Сәбет ханым қонақтарымыз қатысып отыр. Ал осы келесі сөзді Сағынтаев Сәбет аға өзіңізге берсек дейміз. Сәбет ағайдың пікірін бәріміз тыңдауға күтіп отырмыз. Құрметті конференцияға қатысушылар естіліп тұр ма? Естіліп тұр аға, естіліп тұр, айта беріңіз аға. Естіліп. Сәлеметсіздер. Мен мынау конференцияға қатысушы барлық азаматтарға үлкен жетістік тілеймін. Сіздердің қорғап айтып отырған тақырыптарыңыз өте жоғарғы тақырып. Бұл педагогиканың ең бір өзекті мәселелері. Мен осы математиканың оқытудың методикасы, оқытуға оқушыларды қалай қарату керек. Ол мысалы әрбір адамның өз мамандығы бойынша лекция, сабақ оқыған уақытта ол тек қана мамандық қана жеткізу мақсат емес. Мен ойлаймын, сол мамандыққа өзіміздің маңайымыздағы студенттерді соған құмарлығын арттыру, соның махаббатын көтеру. Оның барлығы олардың тек қана білім дәрежесін көтеру емес, олардың жаңағы өздерінің тәрбиелік мағынасы, сол білімнің негізін түсіну. Солай қызықтыратын болсақ, сол уақытта ғана студенттер өздерінің бойларына жаңа ғылымға деген, білімге деген жаңағы ынтымақтығы арта береді деп ойлаймын. Мен осы жерде мысалы математика туралы кішкене айтып кетейін деп отырмын.
біз математикадан лекция оқыған уақыттарда өздеріңіз білесіздер, көп адамдардың өздерінің ойлары бұл математика деген былайша айтқан уақытта өздерінің жаңағы формулалары, өмірді қолдану мәселелері туралы көп мәселелерді қозғамайды деп. Шын мәнісінде мен ойлаймын, негізі педагогтарға, мынау жастарға көбінесе айтатыным, тек қана математиканың тармақтарын, оның білімдерін, формулаларын жастардың миына қондыру емес, соның мағынасын түсіндіру мағынасын деп ойлаймын. Әрбір лекцияны бастаған уақытта мен ойлаймын, осы лекция, осы математика не үшін керек, кімге керек осы, өмірде осыны қолданатын орны бар ма деп айтуымыз керек. Ол тек қана математика емес, басқа сабақтың бәрінде де. Сонда біз тек қана теориялық жағын ғана меңгермей, олардың өмірдегі жаңағы қолдану мәселесін қарастыруымыз керек. Яғни бұл ғылымның өзі өмірде керек пе, керек жоқ па? Оның барлығын әрине бір лекцияда, бір сабақтарда тек қана жету мүмкін емес. Ал енді алло, естіле ме? Жақсы, Совет Сагентаевич, айта беріңіз. Естіліп тұр аға, естіліп тұр. Совет Сагентаевич, Байланыс үзіліп кетті ме? Жоқ, жақсы, естіліп тұр. естіліп жатсыз. Совет Сагентаевич. Шығып кетті ау деймін қазір. Ағай, үзіліп кетті ме? Солай болды ау деймін қазір. Жарайды, онда. Естілмей тұр да, Асқарбек ағай. Иә, естілмей тұр. Онда әзірге Гүлшат Советовна, сіз жалғастыра бересіз бе? Сәлеметсіздер, құрметті әріптестер. Енді бүгін сіздердің осы конференцияларыңызға қатысқаныма өзім өте қуанып отырмын. Педагогика барысында көптеген мәселелерді қозғап жатсыздар. Осы конференцияда тақырыптарды қозғап, не айтқан үш адамның да өте ұнады маған выступлениялары. Маған ең бір ұнағаны айта кететін мына Әлия Ұлықпанова деген куратор-эдвайзердің жасаған мақаласы ұнады. Өте өз несінің білікті, өте мазмұнды, зерек оқытушы екенін көрсетіп отыр. Өзінің филологиясын емес, сонымен қатар сол филологияға байланысты балаларды тартып, мынандай үлкен бір журнал ашып университетте, ол журналда бітіріп кеткен мамандардың өмірлерін көрсетіп, жас оқып жатқан бірінші, екінші курстың балаларының қызықтарын енді ашып, айқындап, соларды сондай адамдардың қатарына қосу ретінде ат салысып жүрген үлкен мұғалім. Сізге көп рахмет. Сіз ойлаймын, осы сіздердің университеттеріңіздің сізді кураторлардың ішінде дұрыс таңдап алған, сіз лайықтысыз деп ойлаймын. Рахмет. Рахмет сізге. Осы университет жас буындарды тәрбиелеу барысында үлкен жетістіктерге жете беріңіздер. Рахмет сізге, Қарлығаш Сатыбалдықызы, шақырғаныңызға. Асқарбек Иманшаев, сізге көп рахмет. Мен осы кішкентай ғана өзім пікірімді қалдырып отырмын. Рахмет, Гүлшат ханым. Көп. Рахмет. Енді бізде келесі баяндамаш бізде өздеріңіздің тілек талаптеріңіз бойынша бұл жерде бізде Базарғалиева Баян ханым отыр. Баян ханым, өзіңіз бір-екі ауыз тілегіңізді, сөзіңізді айтсаңыз.
Рахмет көп. Қайырлы күн, республикалық вебинарға қатысушы әріптестер. Менің аты-жөнім Базарғалиева Баян Теміржанқызы. Ақтөбе облыстық білім инновация лицейінің директорының бейіндік оқыту ісі жөніндегі орынбасары болып жұмыс жасаймын. Осы вебинар аясында мынадай екі бағытта сөз қозғағым келеді. Ол біріншісі екі маңызды бағыт жөнінде мүмкіндік болса айтып өтсем деймін. Біріншісі біздің білім инновация лицейі дарынды балаларға арналған білім беру орны. Қазіргі қоғамда еліміз президентіміз тарапынан ғылымды дамытуға, білімді дамытуға ерекше қолдау көрсетіліп, және ерекше талап та қойылып отырған жағдайда мектеп пен жоғары оқу орнының байланысының, ынтымақтастығының мәні арта түсуде деп айтқым келеді. Біздің еліміздегі іргелі оқу орны Құдайберген Жұбанов атындағы өңірлік университеттің физика-математика факультетінің математика кафедрасының филиалы лицейімізде жұмыс жасайды. Осы филиал аясында жүйелі жұмыс жүргізілуде, серіктестік өте тиімді жүзеге асырылуда деп айтуымызға болады. Студенттеріміз әрі біздің лицейіміздің тәрбиешілері болып та еңбек етеді. Олар барлық жұмыстарға, әсіресе дарынды балалармен жұмысқа, олимпиадаға дайындыққа, оқушылардың ғылыми жарыстарға дайындау бағытында университет ғалымдарымен, оқытушылармен бірлесе отырып, тәрбиешілеріміз, студенттер жақсы нәтижелі жұмыс жүргізуде. Сонымен қоса, оқуға құштар мектеп аясында тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай тәуелсіздікке 30 кітап осы үлкен республикалық акция аясында факультет студенттері лицейімізде кітап оқуды қадағалау тәлімгері, әрі өздері үлгі көрсетіп, әрі оқушылармен бірлесе оқу үстінде. Әр 90 сайын қорытындысы шығарылып, және соған орай оқушыларға құндылықтарға негізделген тәрбие беру жолында жақсы жұмыс жасап жатыр. Ал мектебіміздің мұғалімдері болса, университет ғалымдарымен бірлесе авторлық бағдарламалар, әдістемелік құралдар, магистранттар лицей аясында ғылыми жұмыстар жүргізіп, филиалдың өте нәтижелі жұмысы үшін алғыс айтқымыз келеді. Екінші маңызды жоба ол Қазақстан мұғалімі жобасы. Биылдан бастап осы жоба қоғамдық маңызды бастамаларды дамыту қоры тарапынан жүзеге асырылуда. Бұл жоба өзінің шекарасын кеңейтуде, яғни білім беру жүйесінің адами капиталын дамытуға бағытталған жоба. 2019 жылы алғаш Қазақстан мұғалімі жобасының жүлдегерлері анықталды. Әлем мұғалімі жаһандық конкурсына жолдама берілді. Ал осы жоба биыл аясын кеңейтіп, жаңа бағыт бастау алды. Ол бағыт болашақ мұғалімі деген жоба. Біздер мектепте өте жақсы үздік оқыған студенттердің, әсіресе лицейімізде алтын белгімен бітірген оқушылардың мұғалім болуына үлкен ықпал етеміз. Және олардың осы біздің іргелі оқу орны университеттің, Құдайберген Жұбанов атындағы университеттің студенттері екендігін мақтан тұтамыз. Осы жалпы жоба аясында университеттің 3-ші курстың студенттерімен жұмыс жүргізілуде. Әр түрлі факультеттің студенттерінен 10 студент таңдалды. Біздер осы жоба аясында әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты департаментімен бірлесе жұмыс жасап, Қарлығаш Торатайқызы, Райбек Телжанұлы осы әріптестермен бірге әр апта сайын студенттермен бірлесе вебинарлар өткізіп, бірлесе үлкен әлеуметтік жұмыстар жүргізіп, Қазақстанның болашақ мұғалімі жобасының жеңімпазын анықтау жұмысы үстіндеміз. Бұл жобаның нәтижесі
тамыз айында шығатын болады. 10 байқаудың барлық кезеңдеріне сәтті өткен 10 қатысушы, 10 студент, еліміздің 10 университетінен 10 студент Астанамызда, Нұр-Сұлтан қаласында ашылғалы отырған әлем экологиялық мектебінде тағылымдамадан өтетін болады. Ал қалған 90 студент үшін Ұлыбритания мен Қазақстанның бірлескен үлкен оқыту платформасы, бұл оқыту платформасы ақылы, ал қалған финалист 90 студентке еліміз бойынша, соның қатарында біздің университетіміздің 9 студенті болады. Оларға осы жоба тегін қолжетімді болады. Яғни Қазақстанның осы студенттер, Қазақстанның білім саласының дамуына үлкен келешекте үлес қосатын болады. Үздік мектептерге ұсыныстар алатын болады. Яғни жоба аясында біздер ынтымақтастықпен бірлесіп жұмыс жасау барысында тәжірибе алмасудамыз. Студенттердің жеке қасиетін дамыту аясында жұмыс жүргізіп, және болашақ педагогтарды мамандыққа даярлау мақсатында жұмыс жасап жатырмыз. Яғни қоғамның пікірінше мұғалім оқушының досы болу керек. Оның барлық мәселелерін түсініп көмектесу керек. Олардың мүдделерін бөлісіп, кез келген тақырыпта сөйлесіп, кез келген жағдайда дұрыс жол таба білу керек. Міне, біздің бірлескен жобамыздың міндеті студенттерге дәл осы дағдыларды беру болып табылады. Назарларыңызға рахмет, сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Рахмет. Енді келесі сөз кезегі бізде Әлбекова Әсем ханым. Өзіңізде. Добрый день. Хотелось бы... Сейчас, минуточку. Добрый день. Хотелось бы начать свое выступление со слов нашего Елбасы. Энергию молодости важно направить в русло созидания и самореализации. Давайте начнем с того, что такое молодежный хаб. Это центр, площадка, оказывающая ряд услуг для поддержки и развития креативных индустрий и делающая все возможное, чтобы правительство и широкая общественность уделяли этому сектору большое внимание. То есть предоставляет доступное пространство, обеспечивает деловое развитие, доступ к финансированию, к поддержке, а также лоббирует развитие и трансформацию творческой части. На примере нашего университета проект Жұбанов-Шылар бастамалары. Благодаря успешно реализованному проекту Жұбанов-Шылар бастамалары в нашем университете студенты получили грантовую поддержку на реализацию своих проектов. Например, студенческий клуб «Эко-Арсу». Они с проектом Жұбанов Recycle, то есть этот проект направлен на развитие экокультуры среди студентов и сотрудников нашего университета. Экологический проект по раздельному сбору мусора, то есть также открытие зеленого офиса в университете. Следующий студенческий клуб – это Art House с проектом Social Art, проект, где с помощью молодежного потенциала будут подниматься социальные проблемы общества, и эти эскизы вскоре мы увидим на билбордах нашего города. Парасаталах Мектебе, антикор-ролик, проект, направленный на антикоррупционное просвещение и пропаганду чистых рук, то есть также формирование устойчивого антикоррупционного мировоззрения, позволит выработать у них нетерпимость отношения к коррупционным действиям с помощью съемки социальных роликов. Далее хотела бы привести, что касается студенческого самоуправления. Это студенческий парламент нашего университета, и один из студенческих клубов – это Midmar Community. То есть они создают площадку для молодежи, не только для студентов, но и для молодежи нашего города, чтобы продолжать развивать таланты и свободное время. Почему я вообще привела в пример эти проекты и наши студенческие клубы? Потому что, как мы видим, молодежь обращает внимание на эти проблемы, и мы должны стремиться поддерживать их в этом, так как мы, молодежь, являемся мостом между старшим поколением и новым поколением. И во многом все зависит от нас и от вашей поддержки и от вашего направления.
Также, почему именно ВУЗ является молодежным хабом, площадкой, так как высшее учебное заведение выпускает высококвалифицированных специалистов и кроме образования формирует у них навыки экокультуры, также осознание к бережному отношению природы, о последствиях коррупции и так далее. Поэтому это крайне необходимо молодым специалистам. Это, например, экокультура также определяет отношение человека к живой природе и в целом к жизни. Также Министерство образования и науки Республики Казахстан на примере успешного реализации опыта в университетах, касающихся дебатов и студенческого самоуправления, сейчас реализует это в школах и в колледжах. Поэтому, например, чтобы наши студенты, молодежь реализовали свои какие-то бизнес-идеи, им необходима командная работа. Это вот все элементы, что им необходимо. И для креативных идей и так далее им нужна, конечно же, ваша помощь и поддержка. Спасибо. Рахмет, Әсем. Тыңдармандарға өте қызықты болды деп ойлаймын. Енді келесі сөз кезегін біздің қайтадан мен осы біздің университетіміздің әлеуметтік мәселелер және жастар саясат департамент директоры Сатыбалдина Қарлығаш Тұратайқызына бергім келеді. Қарлығаш ханым, сөз өзіңізде. Құрметті әріптестер, енді біз бірнеше сағат осы жаңағы тәрбие саласында қалай да біз жаңағы құзыретті тұлғаны дамытамыз деген, кемел тұлғаны қалыптастырамыз деген біраз мәселелерді айтып кеттік. Жаңа мына факультет, соның ішінде физика математика факультетінің ұйымдастыруымен осы бірлесіп бізбен жасап жатқан республикалық вебинардың өз мақсатына жетті деген ойдамыз. Әлеуметтік және тәрбие жұмысының осындай біз көрсеткіштермен жұмыс жасаймыз. Енді оның барлығына тоқталудың қажет жоқ деп ойлаймын. Жаңа алдарыңызда сіздің сөйлеген Әсем Әлібекова, ол мына біздің республикада министрлік жанында құрылған жастар кеңесінің мүшесі, қазіргі таңда біздің ғылыми кеңес мүшесі. Біз мынау жаңағы айтып жатқан студенттік өз-өзін басқаруды мына ең басты жаңа басқару органдарына кіргізу мәселесінде алға қойғанбыз. Оны біз 1-2 жылдан бері осы апробация жасап келдік. Қазіргі таңда студенттік парламенттің кәдімгі үлкен кеңейтілген кеңестерін өткізіп жатырық. Осының барлығы ең бастысы сол тұлғаның қазіргі таңнан жаңағы өзінің мынау студент кезінен қоғамға деген жалпы мынау өзіне деген алдына қойған мақсаттарды жаңағы біз айтатын мәселелерді шешуге арналған деп есептейміз. Сондықтан әрине бұл нелер үлкен жетістікке жеткізеді деген ойдамыз. Енді бұл жерде бізде өте жобалар өте көп. Енді мына жерде көрсеткіш қана көрсеткім келеді мен. Мысалға, биылдың өзінде бізде 37% белсенділікті көрсететін болсақ, соның ішінде біз білесіздер 15 мыңға жуық студентіміз бар. Соның 50%-ын біз жаңағы 23 жылға дейін амбициозная цель такая у нас, да, жаңағы белсенділікке алып келу. Бірақ белсенділік деп қалай түсінеміз? Бүгін белсенді болып, бала ертең белсенді болмауы мүмкін. Ол үнемі белсенді бола бермейді. Сондықтан біздер осыны зерттеу үшін қазіргі таңда мынау мобильдік қосымша бар бізде, Smart Арсу деген, соның ішінде мына студенттік парламентке арналған арнайы модуль жасадық. Сол арнайы модульдің ішінде жаңағыдай әр ұйымның соның ішінде тіркелуі, оның жасап жатқан жобаларын барлығын көруге болады. Ол жаңағы свободном доступе студент өзі соның ішіне жаңағы жобаға қатыса алады. Сонымен қатар жаңағы осындай бірнеше студенттік ұйымдар бар. Қазір енді айтып кеткендей, жаңа біздің Жұбанов жылуы дейміз, одан кейін Инво халықаралық волонтерлар орталығы, Заман біздікі интеллектуалды элиталар одағы, Ритер, Жас отан деген сияқты осындай 20-ға шақты біздің университеттік ұйымдар, факультеттік деңгейдің барлығын қосқанда 200-ге шамасында бізде жаңағы кішкене студенттік ұйымдар бар. Жаңа кім бізде Әсем айтып кеткен болатын өзінің сөзінде, ол ұйымдардың барлығы ең бастысы олардың жаңағы қоғамға белсенді болуы, болашақта өзінің
өзіне ұнаған бағытта дамуға мүмкіндік береді. Жаңа Али апай өзінде айтып кетті, қазір бізде оқытатын адам көбейіп кетті. Мен мотивация берем, маған кел, мен жаңағы психологпын, сенің өміріңді өзгертем, тағы басқа дейтін бізде жаңағыдай қысқа курстарды өтіп алып, бүткіл жаңағы өмірлік дағдыларға үйрететін бізде сондай, енді барлығы жаман емес, бірақ дегенмен осындай көп. Сондықтан біз айтамыз, неғұрлым осы академиялық ортада жүріп, барлық білімді алып алуға тырысыңыздар дейміз. Содан кейін барып мотивация бересіз. Өзіңде білім болып, жаңағы санаң бәрі қалыптасқаннан кейін әрине басқа жаңағы қоғаммен жалпы басқаларды үйретуге мүмкіндік бар. Қазірше жалпы енді бұл мәселе Али апайдың айтқанына қатысты мен айтып жатырмын. Peer-to-peer сейчас поколение такое, когда начинается обучение друг друга. Это нормальные вещи, в принципе. Это сейчас очень как бы даже приветствуется в корпоративной среде, но корпоративтік мәдениет қалыптастыруда өзін оқыту peer-to-peer деп кәдімгі бір методикасы бар оның. Сондықтан бұл да жақсы. Дегенмен мына біздер студенттік өз-өзін басқаруда да мына көріп отырсыздар, қаншама мен сіздерге ұйымдарды көрсетіп отырмын. Парасаттылық мектебі, саналы ұрпақ деген, оның бір жетекшісі бар, оның артында ерген қаншама активистер бар, олардың барлығы сол бір-бірін дамыту арқылы. Жаңа Али апай айтады ғой, қазір мен өзін оқытамын, мен жаңағы мотивация беремін дейді. Сонда бұның барлығын біз студенттер арқылы жаңағы өзінің білімін қаншалықты академиялық салада жүріп жетік білгеннен кейін және осы студенттік ұйымның құрамына кіріп бір-бірін үйрету арқылы жаңа мәселелерді, қоғамдық мәселелерді жаңа айтып кетті ғой, жаңа экомәдениет дейміз, тағы басқа мәселелерді шешуге мүмкіндік береді. Және бір жақсы дүние ол міндетті түрде студенттерге әлеуметтік зерттеуді көбірек жасау керек деп біздер өзіміз зерттеулерді жасап, қай бағытта даму керек? Жаңағы айтып отқан университет хабы дейтініміз, ол университеттен шыққан ең мықты деген мамандар, талантты шақырады, жастарды шақырады, Жұбанов жас ғалымдарды шақырады деген бізде өте көп акциялар, сонымен қатар үлкен жобалар жүзеге асып жатыр. Соның барлығы не болса да, талант менеджмент, change менеджмент деген қазір өзінің тренді. Сондықтан біздер басқару менеджментіне де, жаңағы таланттарды басқару менеджментіне де өте зор жаңағы көңіл қоямыз. Себебі жаңағы үздік студент беру, төсбелгісін беру деген мәселелердің барлығы сол. Сонымен қатар біздер agile технологиясы бойынша фидбек жасаймыз. Міндетті түрде ол фидбек арқылы біздер әлеуметтік зерттеу қолдауларына көріп отырсыздар ма? 12812 входящий студент болса, бізде қазіргі таңда мынау респондент 4830 студенттен мен мынау сізге айтып отқаным, өткен жылғы зерттеу мен биылғы зерттеудің қаншалықты жаңағы ақпарат үшін көрсетіп отыр. Одан кейін қаншалықты оның мысалға респонденттердің материалдық жағдайын сұраған кезде сізге ең бірінші не қызықтырады дегенде студенттер жаңағы бір шамасы отбасы деп көрсеткен. Отбасы қызықтырады дейді. Себебі өз-өзін дамыту деген, например, кейін келеді. Ал мысалға салыстырғанда ол біздің менталитетке де байланысты шығар деп ойлаймын. Себебі сіздер оқушылардың ішінде де осы зерттеулерді өткізсе, біздер қазір мына бізге пилотный проект ретінде білім басқармасымен бірлесіп біздер 10 мектеп алып отырық. Сол 10 мектепте мына жаңа өз-өзін дамыту, одан кейін мынау студенттердің жаңағы студенттік парламентті мектептерге енгізу арқылы осы жаңағы біздің әлеуметтік зерттеу, тағы басқа жаңағы бізде белгіленген көптеген мәселелер бар, соны зерттеуге мүмкіндік береді. Міне көріп отырсыздар өздеріңіз қаншалықты қазіргі өз-өзін дамуға балалар маңыз қояды. Ценность, в чем твоя ценность дейді. Енді біздер анау қазір студенттерге былай үйретеміз. Жалпы сіздер мен үйретем, маған келіңдер деп, енді анау сыртта өте көп қой, қазір мобилографияға үйретем, тағы басқаға үйретем деушілер көп, мотивация берем, өз-өзіңді другая, ты, другая, я деген бір нәрселер көп қой бізде қазір енді. Оның да жақсылықтар ішінде бар, себебі біздерде енді мына алдымда менің мына кітап, мысалға бүгін ғана Райбек екеуміз обсуждали сами. Мысалға Мұхтар Арынның Бейсанық кітабы, бұның ішінде тұнып тұрған философия мен тәрбие. Бұл бірақ ол философиямен білеп, бірақ оны қолдана алмайтын бар, иә, солай ғой. Сондықтан соны ары қарай қолданып, өмірлік дағдыға айналдыру үшін, ол үшін мынандай кітаптар тағы дамығанда, стратегиялық менеджмент, жалпы стратегия не үшін қою керек адам алдына. Сондықтан жаңағы бірімен бірі оның барлығы жалғасады. Бір инструментті ғана дамытсақ, біздер теориядан мысалға Бейсанықты білгенмен, бірақ оны өзі білгенмен
жаңа тарату мәселесі, оны өмірде қолдану құндылықтары ол үлкен мәселе. Сондықтан осылардың барлығы мынау біз мына менеджмент саласында да мына не үшін студенттік ұйымдарды көбейтіп жатыр. Оның бірінші бір мақсаты ол неғұрлым олар алдына өзінің стратегиясын құру. Өзіндік стратегиясы ол енді білім алу дейміз біздер, жаңағыдай білімін толықтыру, сонымен қатар жаңағы парасатты болу дейміз. Не болса да еңбектеніп өзінің жаңағы алдына қойған мақсаттарына жету дейміз. Мынандай әлеуметтік қолдау бар бізде университетте. Қолдау енді ол мықты компаниялармен бірлескен, кәсіпорындармен бірлескен, біздер жақсы оқитын талантты студенттерге қолдау бізде жолға қойылған. Сонымен қатар тәжірибе жинақтау, тәжірибе алмасу ретінде жаңа айтып кеттім мен. Алия апай бізде үздік куратор болды. Бұның барлығы біздер ашық, жаңағы үздік куратор деген өзіміз қазірде сол трансляция өтіп жатыр бізде. Үздік куратор Facebook парақшасында осы біз тәжірибелердің барлығы жинақтала берсін деп сол парақшаға тікелей эфирмен соны жаңағы видеомызды сақтап, әрі қарай осы тәжірибе алмасу алаңына айналдыру мақсатында осындай жаңа цифрландыру жұмыстарына көшіп жатыр. Сонымен қатар енді халықаралық басқа да деңгейде ол барлық университеттерде болып жатқан жағдай. Бірақ біздер мына смарт-дарсу мобильдік приложение арқылы біздер қазір куратор журнал деген біраз жаңа қағаз бастылықтың барлығын біз қазір цифрландыру жаңағы жүйесіне көшірдік. Оның қазір бізде мына университет тарапында Астана жаңағы Нұр-Сұлтан қаласындағы мынау центр устойчивого развития деген жаңағы орталықпен бірлесіп осы университет үлкен цифрландыру бойынша платформалар жасап жатыр. Соның ішінде жаңа мен көрсетіп кеткен студенттердің жатақханаға жаңағы студенттер үйіне қабылдануы, сонымен қатар олардың жаңағы студенттердің белсенділігін анықтау, базасын құру дегеннің барлығы сол жүйе арқылы дамып жатыр. Және де жаңа айтып кеттік, біздер мынау комитет, жастар комитеті аясында бізде проактив академиясы бар. Енді физика-математикалық факультетте айтады, шығармашылық даму өте қиын деп жаңа бір әріптесіміз айтқан болатын. Соған айтқым келеді, мен Нұрбек Жалғасбаев деген бар. Бізде волонтер 20-20, он облыс, республика деңгейінде біледі. Топ 100-ке кірген республика бойынша волонтер жылымен халық алғысын алды. Одан кейін қайырымдылық керуенінің жеңімпазы ол физика-математика факультетінің 3-ші курс студенті. Қазіргі таңда факультет жанынан оған арнайы кабинет ашып, ол жерде ол үлкен жұмыстар жасап жатыр. Биылдың өзінде 20 миллионға жуық жаңағы біздің мұқтаж адамдарға көмек көрсетіп, үй салып берген. Алдында пандемия кезінде ол 5 балалы отбасыға үй салуға ұйымдастырушы ретінде осы волонтер 20-20 ұйымы жұмыс жасады. Сондықтан осындай жетістіктер бар, оның барлығы мен ойлаймын осы әріптестеріміздің еңбегі деп. Енді бұның барлығын айта беруге болады. Ең бастысы бұл жерде оңтайландыратын бір жақсы бастамалар керек. Үнемі бір жаңағы трендтерді өзгеріп тұрмаса, ол балаларға қызықты емес қазіргі таңда. Сондықтан осы трендтерге байланысты біздер жаңағы Жұбанов бастамалар дейміз, тағы басқа проекттер өте көп. Осы проекттермен егерде әріптестер қызықтанатын болса, біздің парақшамыздан оқи аласыздар. Ол біздің мінекей әлеуметтік желілерді сізге көрсетіп отырмын. Инстаграм парақшасы бар бізде, Жұбанов университеті, Facebook парақшамыз бар, сонымен қатар YouTube парақшалар. Осы парақшалар арқылы біздің жасап жатқан жұмыстарымызды көре аласыздар. Әр кезде сіздермен тәжірибе алмасуға дайынбыз. Егерде мына барлық бүгінгі қатысқан әріптестерімізге ризашылық білдіреміз. Мына ұйымдастырып жатқан факультет, кафедраға мына жерде жаңағы Асқарбек Ермекович енді осындай шараларды ары қарай жалғастырады деген ойдамыз. Жаңа Баян апай өзі айтып кетті, біз үлкен жобаның үстіндеміз қазір. Сол жоба өзінің мақсатына жетеді деген ойдамыз. Енді мына Мадина Альмуханна бастаған топқа ризашылығын білдіремін. Барлық бүгінгі мына пікір, ой бөліскен әріптестерімізге рахмет айтамыз. Әріптестер, сұрақ жауап болса, жауап беруге дайынмын. Рахмет сіздерге. Рахмет, Қарлығаш ханым. Келесі енді сұрақтарыңыз егер болмаса, жалпы мынау бүгінгі біздің айтып отырмыз ғой, вебинарымыз осы біздің университетіміздің әлеуметтік мәселелер және жастар саясаты департаментінің қолдауымен физика-математика факультетінің математика кафедрасының ұйымдастыруымен өтіп отыр. Ал енді басқа сөз сұрағандар жоқ болатын болса, біз осымен қорытындылайық енді. Кафедра меңгерушісі Мәдина Әлмұханқызы, сөз айтқыңыз келе ме? Құрметті әріптестер,
уважаемые коллеги. Приветствую всех наших коллег из Нур-Султана, из Алматы, из Тараза, из Уральска, наших коллег с нашего университета. Данное мероприятие было запланировано в начале учебного года физико-математическим факультетом и департаментом по социальным вопросам и молодежной политике. Сегодня, я думаю, что мы получили очень много информации, тема действительно актуальная, все доклады были очень интересные. Я бы хотела поблагодарить наших коллег, департамент по социальным вопросам и молодежной политике в лице Сатыбалдиной Карлыгаш Туритаевны, поблагодарить наших коллег из университета, Казахского университета экономики, финансов и международной торговли, профессора Сагентаева Совет Сагентаевича, старшего преподавателя Янсибаевой Гульшат Советовну, магистра Азиеву Гульмиру Тагибергеновну, наших коллег из Казахского национального университета имени Абая Саурбаеву Мульдер, из Таразского регионального университета имени Дулати Жумашеву Лязат, поблагодарить наших коллег из Западно-Казахстанского университета имени Утимисова Савельеву Альфию Рафаэловну, Нурпатша Бекбулатовну. Далее поблагодарить завуча Блюм инноваций лицея Базаргалиеву Баян Тимиржановну. Все откликнулись, приняли активное участие. Наши, заместитель по воспитательной работе Айнур Жумаратовна, активное участие, всегда организовывает такие мероприятия. Благодаря ее организации сегодняшнее мероприятие состоялось. Наших коллег с нашего университета, лучшего куратора Лукпанову Алию Жулдаскалиевну, магистра Сагдатова Рейбека. Тоже хочу отметить, мы сейчас работаем здесь на одном факультете, знает, что сколько здесь, какая проводится волонтерская работа активная. Уважаемые коллеги, еще раз всем большое спасибо. Я думаю, что на этом мы останавливаться не будем. Благодаря дистанционному формату есть прекрасная возможность собраться, обсудить, поделиться опытом. Спасибо всем огромное. Асқарбек Ермекович, сізге көп рахмет. Әріптестер, құрметті қонақтар, барлығыңызға рахмет. Бүгінгі вебинарға атсалысқандарыңызға, уақыттарыңызды бөліп қатысып, пікірлеріңізді білдіргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше қоштау болыңыздар дейміз. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.